Сағат 8:05. Мынандай бонустар берген. Бизнесті өшіреміз. Тариф қайда? Комфорт плюс қана қалды. 1.8 зонадамыз. 2700-ге дейін бонус. Бісміллә. Комфорт плюсқа заказ бермей жатыр. Коэффициент өшті. Сағат 8:20, 8:30-дарда страшно жанады. Оған дейін бір заказ істеп үлгеруіміз керек. Сол үшін аламыз да комфорт тарифін қосамыз. Бизнесті қоспаймыз. Комфорт тарифінде достық 16-ға барамыз. Линиядан шығамыз. Ассаламу алейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар? Каналға шықпағалы көп болып кетті. Құдай қаласа мінекей енді жаймен жұмысты бастап жатырмыз. Жұмыс деген бастан асып кетті да. Енді таксиге оралып жатырмын, құдай қаласа. Барлығы жақсылыққа. Енді достар, не үшін бизнес тарифті өшіріп қойдым? Бизнес тарифті өшіріп қойған себебім зона бизнес тарифке өтпейді. Тек қана комфорт плюс эконом межгород тарифтерінен бонус береді. Сол үшін бизнесті өшіріп қойдым. Сол үшін өшіру керек. Қазір егер оны өшірмейтін болсам, маған тек қана бизнес заказдары бере береді. Мен оны жақсы білем. Осылай, себебі сол, басқа себебі жоқ. Ол бизнесті біраздан кейін, мен қазір құдай қаласа түске дейін жұмыс істеймін. Жаймен кіріспесем, сырасы кірісіп кете алмаймын. Сол үшін түске дейін жұмыс істеймін. Мына зоналар бітеді, қазір 9:30-10 кезінде бітеді. Сол кезде сразу қосам бизнесті комфорт плюс бизнес комфортты өшіреміз. Мен өзімнің санатамдам, құдай қаласа. Енді білесіздер номерін қандай екен, мен осы машинамен жүремін. Центке дейін бір заказымыз, бірінші 6 минут тауып көм, 240 теңге ғана бонус берді. Себебі көп коэффициентпен алып қойды. Достар, негізі мынау бонусты зонаға бару, 2 зонаға бару бар ғой, 1.8-2. Сол өте жақсы нәрсе. Егерде сіз алыс заказға ұстайтын болсаңыз, дальний заказ дейміз ғой, үстіне бағанағы 2700, ең жоғары 2700 теңге қосып береді. Мысалы, 3000 теңгелік жерге баратын болсаңыз, стоимосты 3000 теңгелік жер. Үстіне 2700 теңге қосады да, сізге 5700 теңге шығады. Сол үшін енді мен кішкене сол жаққа жақындап жатырмын, және сол жақта коэффициент те бар да. Егер қосып бермейтін болса, сол бағанағы коэффициенттің өзі жеткілікті. Сол үшін линиядан шығып жұмыс істеу керек. Және коэффициентке кірдік. Комфортты тағы өшіріп тастадым. Қазір көреміз. Не заказ береді екен. 1450 коэффициентпен беріп жатыр. Қайда баратын білмеймін. Бағана бір заказ өткізіп тастап едім, алыстан берді. 2.8 ба 2.9 километрден берді. Жақын заказ екен. Бізге ешқандай бонус түспейді. Бірақ заказың жақсы шығады. 16 минут. Ешқандай бонус жоқ. 3080 теңге. Бүгін аптаның екінші күні такси өте нашар. Заказдар вообще бермей жатыр. Коэффициент өшіп қалды жанатын кезде. Жанатын кезде де андай қою болып жанбады да енді. Осылай, маған 120 теңге заказ 25 теңге берген. 3-4 күн өтіп кетті, вообще істеген жоқпын. Негізі оны алуға да тырысып жатқан жоқпыз бар ғой. Сондай болып кетті өмір. Негізі жұмысты кеше бастау керек еді деймін да. Бүгін бастағаннан кейін жұмысқа деген көңіл күйіңді шет сүріп жібереді ғой. Жұмысқа деген желанияң жоқ болып кетеді ғой. Ой, шешең. Аптаның екінші күні вторник, орыстардың бір сөзі бар ғой. Вторник не день таксиста деген. Соны дұрыс айтылған ба деп қойған бір жағынан. Барып, неден алып жатырмын. Пробкадан да кішкене қашып жатырмын. Не жерге де барып жатырмын да. Қайтсам болады. Зона жерге барып жатырмын да. Бірақ ақшалары шығуы өте нашар.
Достар, видео түсірмегеніме де көп болды, жұмыс жасамағаныма да көп болды. Қазір 5 тапсырсым 8800 теңге шығып тұр. Бірақ пробег кішкене айналды, себебі мен коэффициент қойып істедім да. Бүгін бағана орыстардың сөзі кішкене дұрыс келіп тұр. Вторник не день таксиста деген ол мейлі. Мен 5 тапсырыс істеймін деп, ішім өтіп кетейін деп тұр бар ғой. Үйге бармасам, срочно бармасам болмайды. Егер мен қазір срочно үйге бармайтын болсам, келесі пассажирлер химчисткаға баруға тура келеді да. Сол үшін үйге барамыз. Бүгінге жеткілікті. Өзімді кішкене үйретіп, анау кішкене дайындалу деген ғой негізі бұл. Сосын анау Боровой жақтарға, келесі видеоларда Боровой жақтарға, Көкшетау, Боровой, Екібастұзға бармаймыз, қалған қалаларға межгород ұрып көреміз. Межгородтар қалай болып жатыр? Қазір күн ыстық. Қазір барлығы барғысы келеді емес, барады. Соларды Яндекспен барып келеміз, есептейміз, барлығын шығарамыз. Тұрарлық па, тұрарлық емес па? Бір-екі адам сұрап жатыр, мәке неге шықпай қойдың? Мені живой көрген адамдар ғой, енді бетпе-бет жолығып, неге ютубқа шығармай қойдың, тек қана қысқа видеолар шығарып жатырсың дейді. Енді шығаруға тырысып жатырмын, мүмкіндік болмай жатыр. Енді дұрыс жағынан түсінесіздер деген ойдам. Енді Құдай қаласа, бұдан бұлай тек қана такси саласына кірем қайтадан. Мен бұрын ләғіп кеттім, анау істеп көрдім, мынау істеп көрдім, енді қайтадан таксиге оралу керек болып тұр. Мен ойлаймын, уақытша кредиттер азайғанша, біткенше солай. Тарлан паркпен жұмыс істемей қойдың ба дейді. Жоқ, Тарлан паркпен жұмыс істеп жүрмін. Тарлан парк акция шығарып жатыр, шығарып қойды. Яғни өткенде де айтқам, 10.000 теңге берер жаңадан тіркелгендерге. Оны әрине сіз шығарып ала алмайсыз, ол шотыңызда тұрады, оны таксопарктың комиссиясы алынады. Сонда пайызсыз жұмыс жасай бересіз, 10.000 теңгеңіз біткенге дейін. Солай достар, Тарлан парк әлі де істеп жүр. Бағанағы сол ақша без комиссия шығару, немесе жеке-жеке условия дейміз бе, не дейміз, жеке-жеке қарастыра береді барлықтарыңызды. Жазыңыздар, біліңіздер, көріңіздер. Ал мен білесіздер қайда бар жатқанымды, кеттім, бармасам болмайды, өтте. Арбуз жегем ғой, арбуз. Сол. Боп тұр ғой, боп тұр. Ал жақсы, рахмет, барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеоларда тез арада жолығамыз, иншалла.